Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз К, Г дыбыстарын дұрыс айтуға үйренетін боламыз. Көбінесе балалар К, Г дыбыстарын Т, Д дыбыстарымен алмастырып айтып жатады. Негізінде К, Г дыбыстары тіл ортасынан айтылатын дыбыстар болып табылады. Ал Т, Д дыбыстары ол тіл алды дыбыстары болып есептеледі. Балалар көбіне тілдің дұрыс артикуляциясын ұстанбағандықтан бұл дыбыстарды шатастырып немесе алмастырып айтып жатады. Ал кейбір балалар тіпті К дыбысы бар сөздерден дыбысты мүлдем айтпауы мүмкін. К дыбысын қоймас бұрын бірінші К дыбысының дұрыс артикуляциясын есімізге түсіріп алайық. К дыбысын айтқан кезде біздің тіліміз сәл артқа қарай шегінеді және тілдің ортасы таңдайға тіреледі. К дыбысын қоймас бұрын біз тілдің ортасымен және түбірімен жұмыс жасауымыз қажет. Ол үшін ең алдымен мынадай жаттығуды жасауымыз қажет. Тілдің ұшы астыңғы тіске тіреліп, ал тілдің ортасы жоғары қарай көтерілуі қажет. Осы жаттығуды жасатып, баланың тілінің ортасымен жұмыс жасағаннан кейін, келесі біз шпательді, мынадай шпательді ұстап тұр деген нұсқаулық береміз. Тілдің ортасына көтереміз. Бала шпательді көтеріп ұстап тұрғаннан кейін, тілдің ортасымен жұмыс жасап алғаннан кейін, біз оған еліктеу тәсілі арқылы К дыбысын көрсетеміз. Яғни, тіліміздің ортасын жоғарғы таңдайға тіреп және тілімізге қарай ауаны бағыттаймыз деген нұсқаулық береміз. Немесе бала осы шпательді ұстап тұрған, тілдің ортасымен көтеріп ұстап тұрған кезде, біз оған тілге қарай ауаны бағытта деген нұсқаулық береміз. Одан кейін біз балаға мынандай кішкентай ғана қағазды ұстап тұр деген нұсқаулық береміз. Тілдің ортасына қағазды қоямыз және жоғары қарай көтер деген нұсқаулық береміз. Бала қағазды жоғары көтергеннен кейін тілге үрле деген нұсқаулық береміз. Осылайша бала К дыбысын айтқан кезде тілдің ортасын жоғарғы таңдайға қойып айту керек екенін түсінуі қажет. Егер бала еліктеу тәсілімен айта алмай жатса, онда біз оған механикалық жолмен көмектесетін боламыз. Ол үшін шпательдің көмегімен тілді артқа қарай итеретін боламыз. Бала К деп айта алмағандықтан, біз оған Т дыбысын айт деген нұсқаулық береміз. Т, Т, Т. Тілдің ұшынан жайлап артқа қарай тілді итереміз. Сол кезде баланың тілінің ортасы жоғары көтеріліп, таңдайға тиіп, К дыбысы шыға бастайды. Т, 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 К, К. Бала К дыбысын
тезірек үйреніп кету үшін біз оған т дыбысын жылдамдатып айт деген нұсқаулық береміз. Баланың тілі әбден жаттыққаннан кейін біз шпательді сирек салатын боламыз. Яғни к дыбысын айтып үйренгеннен кейін к дыбысын біз буындарда машықтандыратын боламыз. Бірінші біз ашық буында машықтандырамыз. К, ко, ку, ки, к. Кейін тұйық буында машықтандырамыз. Ак, ок, ук, ик, ак. Кейін жеңіл сөздерде машықтандыратын боламыз. Кеме, кесе. Бірінші сөздің басында айтады, одан кейін сөздің ортасында. Ешкі, теке. Кейін сөздің соңында айтады. Етік, есік. Балаға жеңіл сөздерде, кейін сөйлемдерде машықтандыратын боламыз. Келесі дыбысымыз біздің г дыбысы. Г дыбысы дәл к дыбысы сияқты айтылады. Бірақ бұл жерде біз тамақтан дыбыс қосатын боламыз. Балаға к дыбысын үйреткеннен кейін біз балаға тамаққа қолын қойдырып к деп айтқызып, және одан кейін тамақтан дауыс қос деген нұсқаулық береміз. К, г, 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 г. Егер бала тамақтан дыбыс қосқан кезде тамақтың дірілін сезбесе, айта алмайтын болса, біз оған д дыбысы арқылы г дыбысын қоятын боламыз. Балаға алдымен д деп тез айтуын сұраймыз. Және сол кезде біз шпательдің көмегімен тілді артқа қарай итеретін боламыз. Және г дыбысын қойғаннан кейін біз оны буындарда машықтандыратын боламыз. Бірінші ашық буында. Га, го, гу, ги, г. Кейін тұйық буында. Аг, ог, уг, иг. Және жеңіл сөздерде, ары қарай сөйлемдерде машықтандыратын боламыз. Баладан бірден нәтиже күтпейміз. Ең бірінші, баланың дыбыстарды айтқан кезде тілді қалай қою керек екенін үйреткеннен кейін барып ары қарай машықтандырамыз. Және де балаға үнемі қолдау білдіріп отыруымыз қажет. Бала егерде анық, таза сөйлеп кеткенін қаласаңыз, онда осы жаттығуларды жасау арқылы балаға көмектессеңіз болады. Егер менің видеоларым сізге ұнаса, пайдалы болса, менің парақшама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіз.